Сайлауға әнші шоумендердің қатысуы, әртістердің қатысуы халықтың арасында неше түрлі пікірлерге алып келіп жатыр. Өздеріңіз де бақылап отырған шығарсыздар. Негізінде халықтың бір бөлігі айтып жатыр, енді дұрыс қой, ол да Қазақстан Республикасының азаматы, әртіс болсын, әнші болсын, шоумен болсын, тамада болсын, енді оларда сайлауға түсуге хақысы бар дейді. Дұрыс, заң бойынша хақысы бар. Ал келесі топ айтып жатыр, жоқ, олар әркім өз ісімен айналысқан дұрыс деп. Кезінде марқұм Құдайберген Сұлтанов ағамыз айтқан сөзін білесіздер. Мына жерде отырғандардың барлығы әртіс, ішінде дипломы бар мен ғана дей ма, осындай сөз айтты ғой шамамен. Енді былай қарайын десең, парламент, енді құрылтай деп атап жатырмыз ғой енді қазір, заң шығарушы орган. Ол жерде яғни арқыл жырқылмен отыратын, не болмаса жаңағы сырласу бөлмесіне барып жаңағы шүйіркелесетін жер емес, ол жер дебаттың жері. Ер адаммен айтысып тартысатын жер емес деп айту енді келмейді, өйткені ол жер тұнып тұрған дебат қой. Енді сен мысалы заң қабылданып жатыр, ол заң мысалы дұрыс емес. Сонда ол адам мен жоқ, мен ер адамдар менің тәрбием жібермейді, мен ер адамдармен айтысып тартыспаймын деп отыра ма? Сонда жалпы қалай болады екен? Өз негізі ол деген құрылтай деген, құрылтайға баратқан адам, ол сөз таластыруға, халықтың, елдің мүддесін қорғау үшін бара жатқан адамдар ғой негізінде. Мен ер адаммен сөз таластырмаймын деп отыра бере ма? Заң қабылданса қабылданып кете берсін деп. Қалай болады сонда? Былай қарап тұрсаң, күлкіңді келтіретін әңгімелер ғой енді негізінде. Қалай болады екен деймін да мен. Кімдер бара жатыр жалпы парламентке, құрылтайға, яғни керемет қылып атын өзгертіп жатырмыз құрылтай деп. Егер құрылтайға өз саласына қатысы жоқ, бұрын елдік мүддені алға тартып, ел үшін, халық үшін шырылдап тұрып, жаңағы жиындарда шашы топты жарып тұрып сөйлемеген адамдар құрылтайға барып отыратын болса, онда бұрынғы парламенттен қандай айырмашылық болады? Бір 5-6 депутаттың санын қысқарттық екен деп құрылтай өзгеріп кете ма? 2 палаталы парламент болмайды, енді бір ғана палаталы болады. Депутаттардың саны шамалда болса, кіттай болса да азайды. Бірақ егер де өз саласына түк қатысы жоқ адамдар парламентке баратын болса, мен ойлаймын, қандай құрылтайдың парламенттен, бұрынғы парламенттен қандай айырмашылық болады? Өздеріңіз қалай ойлайсыздар жалпы? Парламент, құрылтай деген ол нағыз заң шығарушы орган. Мына тұтастай миллиондаған халыққа, тұтас мемлекетке, тұтас мемлекеттің халқы қалай жүріп тұру керектігін анықтайтын, соған заң шығаратын орган. Тағы да айтамын. Ал ондай заң шығарушы органға бара жатқан кандидаттар, білмеймін енді, былай ойлансаң да, былай ойлансаң да қалай болар екен деп ойлаймын да. Мен депутат ретінде елестете аламын кімді? Мысалы Асхат Аймағамбетов ағамызды. Керемет, білім саласын көркейткен адам. Маңдай терін мына төгіп тұрып, Асхат Аймағамбетов ағамыздың еңбегі енді мына білегін тұрып қойып, ақ көйлегінің вот солай қызмет етті. Өз көзімізбен көрдік та оны. Мысалы Бақытжан Базарбек ағамыз. Міне сондай кісілердің отыратын жері ғой деп ойлаймын да енді мен. Сондай мысалы Бақытжан Базарбек, Асхат Аймағамбетов сияқты мысалы кемі бір 20 депутат, сонда ең болмаса 20 депутат құрылтайда отырса ғой деп армандаймын да. Онда Қазақстанның бағы жанар еді деп ойлаймын сонда кезде. Керемет болып. Жыртқыш. Дамыған 50 мемлекет былай тұрсын, жыртқыш 30 мемлекеттің қатарына қосылар едік сондай адамдар барса. Ал қазіргі сайлауға қатысып жатқан адамдарды қараймын да енді. Оның айтып жатқан мәлімдемелерін тыңдап, білмеймін енді құрылтайдың қандай болар екенін.